Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Жылқы жылы құтты болсын. Көптен бері шықпадық, өйткені мынау Шыңғыс хан кітабының редакциялауымен айланысып жатырмыз. Таяқ қалдық. Орыстардың бір ғұламалары кезінде айтқан ғой, жазғаныңа 17 рет қара деп. Сол бала жас кезден бері қалған үрдіс, мен сол 17 рет қарайым. Оқып шығам, біраз демалам, бір айдан кейін тағы қарайым деген сияқты. Расында да қарап отыру керек, өйткені қазір мынау Мекентас Мырзахмет ағамыз айтып кеткендей, энергетикалық өріс заманы, уақыт тез зымырап жатыр. Және де жаңалықтар айтар едім, күн сайын қойып сағат сайын табылып жатыр. Оған қоса мынау қазір ел президенті Тоқаев жаңағы жақсы баға беріп отырған жасанды интеллект пайда болды. Оның да дұрыс жағы да бар, бұрыс жағы да бар. Сондықтан бүгінгі жазғаныңды ертең оқысаң көңілің толмай қалады да, соны ақырын толтырып, соны редакциялап жатқан жайымыз бар. Енді оны редакциялау үшін жаңағы жалпы енді мен орыс тілінде жазып отырмын ғой. Бастапқы нұсқасы орыс тілінде жазылып отырған себебі бар. Жаңағы әлем танысын деп Шыңғыс ханның шыққан тегін әлем білсін деп, жаңағы ең алдымен сол орыстар білсін деп жаздық қой. Сондықтан әрине, егер мысалы жағдайымыз болса, оны жаңағы редакциялар қаржысын төлеп редакторларға беріп жаңағы жасатып алуға болар еді. Тіпті қазір мынау чат GPT деген бар екен, ол көп көрім жаңағы идеяларды береді екен. Алдында бір айтып кеткеніміздей, қазір жасанды интеллект жердің жұмағының, жер ұйықтың рай на земле, яғни Центральный Азия, Орталық Азия, яғни біз айтып отырған жерді айтып отыр. Және де Библияда айтылған Гихон деген сол жұмақтағы өзеннің қазіргі Жайқон екенін айтып отыр. Жайқон дегеніміз, мен алдында айтып кеткенде, жайқоң, жайлы, жаңа айтады ғой, қоғалай қоңыр салқын малға жай деген сияқты, өте жайлы, малға да адамға да жайлы жер Жайқоң. Ал Сейхунды мен Сайқоң деп, қоң дегеннің үш бұрыш екені ол дәлелденген мәселе. Ол жөнінде тағы да айтарымыз. Қоң деген сөзден орыстың конус сөзі пайда болған. Конус дегеніміз кәдімгі үш бұрыш сияқты тетік екенін білесіздер. Сондықтан міне сол Жайқоң, жер ұйық, соның мынау бері дегенде 20 жылдық тарихы, ары дегенде енді мен ойлаймын, тіпті 80 мың жылдық тарихы бар осы жер ұйықтың. Яғни атлантологтардың зерттеулерінде жер бетінде қазір қалыптасып қалған тау жоталары 80 мың жыл бұрын әбден қалыптасқан. Сондықтан қазақ ғалымдары, кеңес үкіметі кезінде ғұламалары болған сол кісілер қазақ совет энциклопедиясында жазып кеткен. Ферғана аңғарының әбден қалыптасқан қабырғалары дұрыс үшбұрышты құрайды, Мырзашөлге қараған жалғыз қақпасы бар деп. Көрдіңіздер ме? Міне біздің енді сол заманда айтпа дегеннің өзінде, атыласың, сотталасың деп отырғанның кезінде, Бекмахановтың ылаңы дейді, сол кезде қанша адамды 25 жылға дейін соттап жібергеннің өзінде, жарықтықтарына Дінмұхамед Қонаевтың кезінде сол кісінің айтуымен түгел біздің тарихымызды қазақ совет энциклопедиясында жазып кеткен. Оның да біз айттық, едіге туралы айттық, оған да қазір тоқтаймыз. Енді әлемдік мифологияда осы біздің жер ұйықтың қалай сақталып қалған жөнінде айтып берейік деп отырмыз. Мысалы әшейін айта салайық, Кинг-Конг дейді. Кинг-Конг киносын көрдік. Мына енді мен жаңа жылды тойламайтын азаматпын. 2011 жылдан бері онда айтып бердік, жаңағы шыршаның не екенін, елканың ел дегеннің не екенін. Сол кезде мен мына Кинг-Конг киносын 2005 жылғы бір шыққанын енді америкалықтар түсірген, және де 2017 жылғы екі киносында көріп шықтым. Енді соның түбінде де жер ұйық жатқан туралы сіздерге айтып берейік деп отырмыз. Міне Кинг-Конг жаңағы киносының ең басында бір
карта табылады, мысы, карта. Ол картада бір арал бар екен бәленбай жерде дейді. Ол аралды мен айттым, Бақыт аралы болғандықтан елдің бәрі Турхейрдалға дейін бұл арал мұхитта, теңізде деп ойлаған. Негізінде Атлантидамен қосып бұл арал болмаған. Бұл кәдімгі құмдауыт жердің ортасындағы жасыл кеңістік, жасыл арал. Біздің жер тұмарымыз екенін сіздерге айттық, Мысалы Одиссей жырында мен алдында көрсеттім, міне ақ арал деп көрсеткен, Осының бәрі іздейді, күллі әлем іздейді, күллі Европа іздейді. Олардың жадында қалған әз қоп дейді. Ол әз қап, ежелгі қап, қасиетті қап деген сөз. Арабтар ақ қаф дейді. Ақ деген міне ақ арал ғой. Ақ, каф дегеніміз қап та, оның аты Құран кәрімде аталған, Міне сол киноның екі нұсқасында да карта болады екен. Бірақ ана капитан айтады, мынау карта, мына жерден мен өткем, мына жерде ондай арал жоқ дейді. Бірақ білетін адам іздеп келеді. Сонда жаңағы әгіге жақындаған кезде анау Нұх пайғамбардың кімнің әгі несін көрдік қой, жаңағы Одиссейдің жаңағы. Одиссейдің киносында жабылып, қосылып тұрған жаңағы Мадай қара жырында айтылған микросходящий скалы, жер тұмар деген сондай бір екінші, мына 2017 жылғы киносында сондай бір жартастардың арасынан әрең өтіп жетеді. Ол жартастарды міне ежелде салған, міне Аллах тағала айырып ашып тұр. Осы миф міне сол жерде көрсетіледі. Сонан кейін жақындаған кезде енді менің кітабымды оқыған адамдар, менің барлық лекцияларымды тыңдаған адамдар бірден түсінесіздер. Алдымен сол аралға келген кезде кәдімгі Ескендір Зұлқарнайынның бітеп тастаған жаңағы бағаналарын көресіздер. Бағаналардың әспетін көресіздер. Ескендір Зұлқарнайын ана жалғыз қақпаны бітеп тастайды, соның әспеті. Бірақ енді мен ойлаған едім, жалпы бағаналарды бұл стальные балки дейді ғой, бұлай көлденеңінен қойып тастады ма деп. Олар бірақ бұлай тігінен осылай жасап тастаған. Енді үстінен жаңағы жезбен құйып тастаған, жез алтын түсті болғандықтан Абай атамыздың Ескендір туралы жазғанында алтын қорған дейді, оны темір қақпа дейді, теменгуан дейді, Қытай деректерінде темір қапық дейді, Орхон жазуларында. Міне алдымен Ескендірдің Зұлқарнайынның жасап тастаған жаңағы бітеп тастаған сол жаңағы темір бағаналарды көресіздер. Одан кейін кәдімгі екі жартастың арасындағы мына сияқты міне қақпаны көрсетеді. Оны менің Аватар киносынан да көрсеткен. Қақпада үш бұрыш, үш қиянның жаңа әспеті бар, мынандай тас шабала жаңа ашыңдар деп тұрған. Сол қақпаны көрсетеді. Ол қақпа ашылғаннан кейін әгінің ішіне кіреді. Сол кезде бұлардың алдынан есі ауысқан қыз шығады. Бұл есі ауысқан қызды біз Апокалипсис киносынан да көреміз. Мел Гибсон түсірген. Мел Гибсон да осы тарихты айтқан негізінде. Жалпы апокалипсис деген сөздің бастапқы нұсқасы апокалипто, яғни әп қалып тау, үлкен қалып тау деген сөз. Ол бізден қалған, Ол қыз енді әбден еркек затынан шошынып қалған. Ана капитан ба біреу жолап анаған қызды қолынан сипап бір сыйлық бергенде қыз оның қолынан тістеп алады. Бұл біздің мифтерде айтылатын 40 қыздың әспеті болады. Яғни олар сол зорлыққа түсіп қалған, содан есі ауысып кеткен, аналардың жаңағы өткенде айттық қой, жаңағы жер ұйыққа жау шапқан деп, солардың қорлығын көрген қыз болса керек. Көзінің қарашығына дейін ағарып кеткен. Апокалипта киносында да есі ауысқан қыз ана шығады олардың алдынан, Одан кейін енді әрине оларды бәдәуи сияқты көрсетіп, тығылып қалған бұрыш-бұрыштан жергілікті аборигендер шығады, Бірақ бәрінің қарап отырсаңыздар, бәрі қасиетті адам. Аяны алып, пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламға Жәбірейіл жақындағанда дірілдеп, қалшылдап, эпилептик сияқты болып кетеді дейді ғой жаңағы. Біздің бақсылар да жаңағы аруақтар келген кезде дірілдеп, қалшылдап, көздері айланып кетіп, құлақ қалады, мысалы. Алдар Көсенің киносындағы бақсы сияқты. Солай бәрі жүргендер. Содан ана қызды алады да
қызды сол жаңағы қақпадан көпір арқылы ана Кинг-Конгқа береді, сыйға тартады. Яғни бұлар қашып пысып жүріп ол жерден кетіп қалмағандар әгілерге қыздарын беріп жүрген. Ол жөнінде көптеген суреттер бар. Енді мен оны скриншот жасап сіздерге көрсетпей ақ қояйын, жас қыздар да көріп отыр. Соны дәу адамның жаңағы қой бағып отырып, жаңағы бір кішкентай қызды ұстап алып, жаңағы жыныстық қатынасқа түскейіп жатқан суреттер бар, ежелден қалған. Содан кейін мынау нефилим дегеннің жаңағы суға шомылып жүрген қыздардың бәрін аумен аулап, жаңағы арқалап әкетіп бара жатқан. Оның бәрі сол елді шауып қыздарын зорлаған бір оқиға болған. Сондықтан Құран кәрімде айтады, біз сендерді дейді ұлдарыңды өлтіріп қыздарыңды тірі қалдырған үлкен бір зұлматтан аман қалдық деген сөз де осы біздің жерұйықтың тарихы болады. Көрдіңіздер ме? Және де екінші нұсқасында тіпті Нұх пайғамбардың кемесін көрсетеді. Оны ана жергілікті халық, аборигендер жаңағы святилище, ғибадатхана жасап алған екен ішінде. Ол қасиетті жер болған екен. Және де олар айтады, оның атын атауға болмайды деген сөздер айтады. Ол біздің Ян патшаның атын атауға болмайтын миф осы жерде жатыр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мен мына Құран кәрімде айтылады ғой, құтқарушы тау Әл-Джуди тауы деп. Яғни Джуди деген біздің жұт тауы деген болса керек деп. Өйткені сол жұт келердің алдында жерге жаңағы мұз дәуірі келе жатқан заманда Әл-Шәмш патша, Ян патша уақи алады да жаңағы бара үйіне, бара канха дейді, соған жаңағы адамдарды қамайды. Сондықтан мен ойлаймын, Нұх пайғамбардың кемесі дегеніміз осы біздің жерұйық. Бастапқы нұсқасы қамау болса керек. Ал енді каравелла деп орыстар айтқан корабль дегеніміз қорап ел. Қорап ел өйткені енгізеді, бітеп тастайды, қорап болып қалады. Ал қыпшақтардың шежіресінде Құба қалып деп аталады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мына Аватар киносында да жаңа кәдімгі нұрды көрсетеді. Сол жерде нұр, міне айттық қой, үш қияның арасындағы нұр герман скандинавтардың мифтерінде сақталған. Аватар киносы да, Кинг-Конг киносы да бұның бәрін түбінде біздің жерұйық жатыр. Сондықтан Кинг-Конг дегеніміз қоңғы, қаңғы, яғни қанық атауынан бұлар атаған болса, Кингі деген кен деген сөз болса, кентіп, тартып дейді Найман шежіресінде. Кенуя дейді, Генуя дейді. Кения дегеніміз Кенуя, оты кен дейді. Ол да осы біздің жер болады. Кентавр дегеніміз кентав ер, яғни сол жерден шыққандар болады. Енді өткенде айтқандай, бұл аралға, бұл жерұйыққа кімдердің шабуыл жасағанын айтайық. Жалпы енді Қашаған жырау айтады ғой, Қытай менен шексіп қарауыл қойып кеткенде деп. Кеткен кезде таудардың басына қарауыл тастарды қойып, артта қалғандар іздейтін болса, осы жолмен тапсын деп кеткен болса керек деп біз айтқан едік. Жалпы Мұратбек Асанұлының айтуында сол маңда мына басқа планетадан келгендердің кемесі апат шеккен дейді, солар келген деген айтқан еді. Алыптар. Енді біреулер айтады, алыптардың жаңағы сүйектері табылған деп. Ешқандай археологияда сүйектер табылды деген айтылмайды. Сонда алыптар келсе қайда қалды? Алайда алыптар туралы көптеген мифтерде айтылады. Тіпті Құран кәрімдегі айтылған Адит деген халық, олар да алыптар болған. Олар Ақ-Қаф деген жерде жүрген дейді. Ол Ақ-Қаф сол біздің қаптауы болады. Ал енді Мұса пайғамбардың тарихында, Ветхий Завет Библияда, олар жерұйыққа келіп барлаушыларды жібергенде 40 күн жүріп барып келеді. Алпамыс шырында 40 күн шөлдік жол дейді. Міне барып келгенде айтып келеді, ол жерде алыптар жүр екен дейді. Сондықтан айтады, мына Мұса пайғамбар бізді өлімге жұмсап отыр деп. Бірақ енді кетіп қалдық, жерұйық ана жақ деп олар жалған айта салған. Ол қазір енді жалған екен еврейлердің өздеріне мойындап отыр ғалымдары. Ешқандай да Мысырда да болмаған еврейлер, ешқандай да Палестин, Израиль жері нағыз жерұйық емес екені қазір әлемге белгілі болып отыр. Бірақ ең бірінші оны айтқан біз боламыз. Көрдіңіздер ме? Өйткені жерұйықты қазақтар ғана 2 рет іздеп, 2 рет
тауып отырғанымыз айттық, иә. Міне, сол нефилим деген алыптар айтылады жаңағы, адиттерің де айтылады Құран кәрімде. Ежелгі гректердің мифологиясында циклоп айтылады, жаңағы қой бағып жүрген жаңағы. Көрдіңіздер ме? Ол да алып болған. Мен сол ойлаймын, сол расында да алыптардың шабуылы болды да, кейін бұлар кетіп қалған ба деймін, кемелерін отырып, кемелерін жөндеп. Бұл енді әрине бұл кезекші нұсқа, дежурный вариант. Біз бұны әлі тағы зерттейміз. Алайда сол замандағы міне өткенде көрсеткендей, мынау міне торы дейді. Торы деген сөз ғой. Бай торы, ер торы деген жаңа Найман шежіресінде бар. Торы қыпшақ деген бар. Ежелгі жалайырларда торы деген ел болған. Осы торы сөзінен төрі сөзі пайда болған. Сондықтан жалайырлар торы бізде. Сондықтан Шыңғыс хан жалайыр деп жүрген осыдан. Неге торы қыпшақтан емес, неге ер торы бай торы емес? Мысалы ол торылардан патшалар шыққан деп жаңағы Рашид ад-Дин керейлерге қатысты айтылады, иә, қара торы адамдардан. Міне сонымыз міне мынандай кувалда дейміз ғой қазір, сол балғамен ұрып, алыптардың шекесіне тигізіп, солармен соғысқан екен. Таңбасы міне жаппастардың таңбасы, иә. Оны орыстар алып алған. Бұл яфеттердің таңбасы. Бұл яфет те болуы мүмкін, енді ол жағын анық біз білмей отырмыз. Міне осылармен соғысқаны. Сондықтан жаңағы Кинг-Конг дегеніміз енді қазір снежный человек деп аталып жүр ғой. Снежный человекті ети дегені сол жеті деген сөз болса керек. Жеті қырқадан сол жерде жүрген киноларынан да көріп отырмыз. Сондықтан бұл адамның көзіне неге көрінбейді? Расында көрген адамдар болды ғой. Неге адамға жоламайды деп бір сұрақ қойылған. Мен қалжыңдап айтқан едім. Мынау торы атамыздың жаңағы маңдайынан тиген кезде адамдардан шошынып қалған болса керек деп әзіл шыны аралас айтқан едім. Мен бұл балтаны енді Бақытжан Ағаш айтып отыр. Кубалта дегеніміз қубалта. Қубалта деген жүзі жоқ балта дегенді айтып тұр. Міне құрметті ағайын. Сондықтан барлық мифтердің түбі бір деп жаңағы менің жерлесім Петровский академия науки и искусствоның корреспондент мүшесі Гурдаков айтқандай, все мифы единоисходны, барлық мифтердің түбі бір. Ол мифтердің түбінде тек қана жерұйық жатыр, ал жерұйық ол қазақтан қалған жер болады. Оның дәлелі мен ойлағам жаңағы Асан Қайғы ғана білді екен деп. Міне 5 томдық жаңағы батырлар жыры, қазақтың мифоэпика антологиясынан қарасаңыздар, бұл жерұйық Асан Қайғы да білген, Абат та білген, Едіге де білген, Едігенің ұлы Нұрадын да білген, Айсаның ұлы Ахмет та білген, Ертоған да білген екен бұлар. Бұлар үнемі жерұйыққа барып, еніп алған қалмағың болсын, қарақатайың болсын, солардың бәрін қырып отырған. Көрдіңіздер ме? Қырып отырған, жойып отырған, оларға жолатпаған, өйткені ол қасиетті жер. Және де ішкілік қырғыздарды олар қоршап, қорғап, сол жерге қондырып, қалтырып кетіп, соларға көмек үнемі келіп отырған. Ішкілік қырғыздардың қыпшақтары деп Ресей ғалымдары айтса, біз айтам, бұл кәдімгі алшындар. Сондықтан қазақтар үнемі сырттан келіп оларға көмекке келіп отырған. Сонда анау Едігенің жырында кәдімгідей айтылады. Едіге сол жаққа жерұйыққа келе жатқанда, Ертоғанның әйелі жесір болып қалды енді. Мақпал алдынан шығып зар илеп жылаған кезде Едіге айтады: Алладан үкім түссе қалмақты енді көрмессің дейді. Содан қоршап алып, бірін қалдырмай Қарақатайды қырып тастайды. Сонда айтады: қоршауға түскен қалмақтың таусылған жері осы еді дейді. Ол енді ол кезде ай қораланды деген соғыс әдісі болған. Ай қораланды деген міне осындай көрініс болады екен. Яғни қоршауға алынды деген сөз. Яғни қазақтардың, орыстардың ура деп жүргені біздің ора деген сөз. Ора. Орағаннан кейін бітіреді. Ал енді қалқаманғол дегеніміз қалқа, адамдардың қалқасы дейді. Алдыға жіберіп қойып, олар ғана жаумен қырқысып жатқанда қазақтар ора деп айғайлап қоршап алады. Орайшап деген менің көкжал руымды өтеміс атада тіпті ұран да бар, орайшап деп. Міне ай қораланды деген Бөгенбай атамыздың, Қабанбай атамыздың, көкжал барақ бабаларымыздың соғыс әдістері осындай болған. Сондықтан бұқар жырау менің бабам көкжал барақ туралы айтқан. Қалмақты қойша қырған,
koldan kabap kelipti. Kökjarlıdan Kökjol barak dedi. Endi kelesi jolu mına 40 kız jönünde aytyp beren. 40 kız mine tur sonday jagı şeňberde. Bular nege şeňberde tur? Sol jönünde buyursa aytyp beremiz.